Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бізде бүгін алдыңғы сабақта аспан денелері қалай зерттеледі деген негізгі тақырып болатын. Сол тақырыпта біз тілдік бағдар ретінде сан есімдердің емлесін өткен болатынбыз. Яғни алдыңғы сабақта мен сіздерге негізінен түсіндірдім. Емле дегеніміз не, сан есімдерде негізгі емледе негізгі деген ең негізгі қандай ережелер бар, сөйлемдердің арасында біз оны қалай қолданамыз, жазған кезде қалай қолданамыз. Яғни емле былайша айтқанда орфография деп айтсақ болады, себебі сіздердің түсініктеріңізше, себебі емле дегеніміз жаңағы сан есімдердің дұрыс жазылуы, грамматика кезінде дұрыс жазылу ережесі. Негізгі емлелерді алдыңғы сабақта мен негізі түсіндірдім, бірақ бүгін осы емлені анығынан сіздерге түсіндіріп, сөйлем ішінде талдап көрсеткім келеді. Бірінші ереже. Бұны мен сіздерге сан есімнің алтын ережесі деп айттым, күрделі сан есімдердің бөлек жазылатындығы туралы. Яғни сан есімдерді біз құрамына қарай бөлеміз, дара және күрделі сан есімдер. Дара дегеніміз бір түбірден тұратын сан есімдер, күрделі дегеніміз екі не одан да көп түбірден тұратын сан есімдер. Күрделі сан есімдерді мынадай жазумен жазған кезде біз оларды бір-бірінен бөлек-бөлек жазуымыз керек. 268 мысалы, 895, 1995 деген сияқты осындай күрделі сан есімдерді қандай формасында кездессе бөлек жазамыз. Екінші ереже, цифрмен жазылған сан есімге қосымша дефис арқылы жалғанады. Яғни кез келген цифрмен жазылатын сан есімдердің қасында міндетті түрде олардың қосымша тіркескен сөзі болады. Мысалы, 77-ші үйдің 16-шы пәтері, бұл жердегі үйдің номері 177, пәтердің номері 16. Бұл деген балалар 77 үй емес, үйдің саны емес, немесе 16 пәтер емес, пәтердің саны емес, бұл жерде үйдің номері, пәтердің номері, қай пәтер, қай үй екені нақты. Сол үшін де біз оны реттік сан есім деп аламыз. Ал реттік сан есім болған кезде, цифрмен қосылып жазылғанда, біз оған міндетті түрде дефисті жалғаймыз. Қазақ тілі кітабының 163-ші бетінде, яғни бұл жердегі дефистер реттік сан есімнің ыншы, інші, нышы, нішы деген сияқты жалғауларының қызметін атқарып тұр. Үшінші ереже. Реттік сан есімдер араб цифрмен жазылса, ыншы, інші, ыншы, інші жұрнағының орнына дефис қойылады. Ал рим цифрмен жазылса, дефис қойылмайды. Мысалы, мынадай мысал. Мына жердегі бірінші қатарда тұрған 5-ші сынып 2-ші қабат дегендегі 5-2 сандары, сіздер математикадан да білесіңдер бұны, араб цифрлары. Ал астында тұрған 5-ші сынып 20-шы ғасыр дегендегі сандар, бұл бізде рим цифрлары. Кез келген сөзді жазған кезде біз араб цифрын салсақ, міндетті түрде дефис қоямыз. Жаңағы айтқан екінші ережеге ұқсайды. Ал мынадай рим цифрмен жазылған кезде ешқашан дефис қоймаймыз. Бұл да есте сақтау керек ережелердің бірі. Себебі күнделікті жазуда да, қазақ тілі әдебиеті сабағынан бөлек басқа сабақтардың барлығында бұл ереже қолданады. Төртінші ереже, күн жыл аттарымен тіркесіп келген реттік сан есімдер араб цифрмен жазылса, дефис қойылмайды. Бұл да үлкен ереже. Мысалы, мынадай мысалды мен сіздерге көрсеттім. 2017 жыл 22 наурыз. Бұл күн жыл аттарымен тіркесіп тұр. Цифрлар, араб цифрлары. Оның қасында жыл деген сөз бар, және ай аты бар, наурыз деген. Ешқашан естеріңізде болсын, осындай формада жазылған күнді, айды жазған кезде ешқашан дефис қоймаймыз. Бірақ мысалы математикада біз мысалы осындай формада қолданамыз астындағы 22.03.2017. Яғни дәл осы датаны, дәл осы күннің жадын мен сіздерге цифр күйінде көрсеттім. Онда бұл жағдайда міне арасына нүкте қойып тұрмыз, бірақ жыл деген сөзді осындай жыл деп жазумен жазсақ, ай атын, күн атын осылай жазумен жазсақ, арасына ешқандай дефис қоймаймыз. Бесінші ереже, 2, 6, 7 деген сандарға жинақтық сан есім жұрнағы, яғни ау, еу жалғанғанда түбірдің соңындағы дыбыстары түсіп қалады. Біз білеміз, жинақтық сан есім нешеу, қаншау деген сұраққа жауап береді. Демек, оған жалғанатын қосымша міне мынадай ау және еу жұрнақтар.
2, 6, 7 деген нақты осы 3 санға аудио жұрнағы жалғанған кезде, яғни жинақтық сан есімде тұрған кезде олар түбірдің соңындағы міне і дыбысы түсіп қалады. 2 і түсіп қалды, екеу. 6 ы түсіп қалды, алтау. 7 і түсіп қалды, жетеу. Яғни бұл жазған кездегі жаңағы жазу грамотасын сақтаудың үздік ережесінің бірі. Естеріңізде болсын. 6-шы ереже. Болжалдық сан есімі цифрмен жазылғанда оларға қосымшалар дефис арқылы жазылады. Яғни, мынадай сөйлем. Мыңдаған адам жиналды, сағат 5-терде келді. Бұл екі сөйлемде екі болжалдық сан есім бар. Бірінші болжалдық сан есім мыңдаған, екінші болжалдық сан есім 5-терде. Бұларды болжалдық сан есім дейтін себебіміз, бұл екі сан есімде адамның нақты санын көрсетпейді. Яғни мыңдаған адам, ол жерде ол 1000 адам ба, 1000-нан асып тұрма кішкене, 10 адам ба мысалы, 1000-ға немесе шамалы жетпей қалды ма, ол белгісіз. Сағат 5-терде келді, ол 5-те келді ма, ол 5-тен кете келді ма, әлде 5-ке 10 минут қалғанда келді ма, белгісіз. Сол үшін де бұлар болжалдық сан есім болады. Бұлар цифрмен жазылған кезде, міне цифрмен жазылып тұр, 1000, 5 деген. Оларға жалғанатын қосымша бізде мына 1000-ға даған деген қосымша жалғанып тұр, сағат 5-терде деген қосымша жалғанып тұр. Екі қосымшамен цифрдің арасына мінекей дефис қойылған. 7-ші ереже. Қосарлану арқылы жасалған болжалдық топтау сан есімдер сөзбен жазылса да, цифрмен жазылса да, арасына дефис қойылады. Болжалдық топтау сан есімдерді біз білеміз. Болжалдықты жаңа ғана түсіндірдім. Топтау сан есім дегеніміз, сандардың бір емес, бірнеше, яғни топтық сипатын білдіреді. Егер олар қосарлану арқылы жасалған болса, яғни қос сөз түрінде келетін болса, олар сөзбен жазылса да, мінекей, цифрмен жазылса да, арасына дефис қойылатындығын мысалмен келтіріп тұрмын. Бірінші мысалды қарайық. 10, 15, 40, 50 үй. Бұл бізде қосарлану арқылы жасалған болжалдық сан есім, яғни нақты саны белгісіз. Біріншісі сөзбен жазылып тұр, 10, 15 арасында дефис қойылып тұр. 40, 50 үй болжалдық сан есім, нақты белгісіз неше үй екені, 40, 50 шамалап тұр, цифрмен жазылып тұр, арасына дефис қойылып тұр. Астындағы мысал 10, 10-нан, 20, 20-дан. Бұл бізде топтау сан есім, яғни топтап көрсетіп тұр. 10, 10-нан келді, 10, 10-нан орналасқан екен, мысалы, үйлер, 20, 20-дан жібердік деген сияқты, мысалы, сондай сөйлемдерде 10, 10-нан сөзбен жазылған топтау сан есім арасында дефис тұр. Цифрмен жазылған сан есім, топтау сан есім 20, 20-дан, 20 мен 20 екеуі қосарлану арқылы жасалып тұр, екеуінің арасындағы дефис тұр. Ал екінші дефис 20-дан дегендегі жаңағы екінші 20-ның қосымшасы жалғанып тұрған, соған жалғанып тұрған жалғау. Соның дефисі мінекей. Естеріңізде болсын, бұндай жағдайда екі бірдей дефис қояды екенбіз. 8-ші ереже болжалдық сан есім жасайтын шамалы, шақты, тарта, жуық және өлшектік сан есім жасайтын жарты, ширек, жарым сөздері өздері тіркескен сөздерден бөлек жазылады. Яғни бірге жазбайтындығымыз туралы. Болжалдық сан есім жасап тұрған бұл жерде мысалы 10-ға тарта, нақты саны 10 емес, 10-ға тарта, жақын, 10-ға жақын, нақты белгісіз бірақ қанша екені. Бұл бізде болжалдық сан есім жасап тұр. Осы болжалдық сан есімнен жасап тұрған сөз бұл жерде тарта. Ол 10-нан бөлек жазылып тұр. Мысалы, 100-ге жуық, бұл жердегі бізде сан есім 100, 100-ге жуық болжалдық сан есім. Болжалдық сан есім жасап тұрған сөз, жуық деген сөз, ол 100-ден бөлек жазылып тұр. Сол сияқты мұна бөлшектік сан есім жасайтын. Мысалы, 2 жарты, 2 цифрмен жазылып тұр, бірақ жарты одан бәрібір бөлек жазылып тұр бөлшектік сан есім. 8 жарым, жарым, яғни жарты деген сөз болды, 8-ден бөлек жазылып тұр негізгі саннан. 9-шы ереже есептік, реттік, жинақтық сан есімдер зат есім сияқты септеледі. Зат есімді біз білеміз, балалар, атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес деген септіктерде тұр, септеледі. Мысалы, мынадай мысалдарды көрсетейік. 1000-ның бірі,
бұл жердегі мыңның бірі дегендегі мыңның сөзінің түбірі мың бір түбір, бұл бізде мағыналық жағынан есептік сан есім. Мыңның бірі, ненің бірі, мың деген ілік септігінің, кімнің ненің ілік септігінің жалғауы. Мыңның бірі, бұл септеліп тұр, есептік сан есім. Бесіншіге көшті, яғни мысалы бесінші сыныпқа көшті, бесінші, ыншы, інші, нешінші, қаншасыншы, реттік сан есім. Ге, ға, ге, барыс септігінің жалғауы, бесіншіге көшті. Екеуіне керек, екеу, ау, еу, қаншау, нешеу, жинақтық сан есім. Екеуі, не, кімге, неге, барыс септігі, екеуіне керек, түсінікті. Енді түсінікті болса негізгі ережелер, ертеңгі сабақта талдайтын тапсырма туралы. Қазір мен сіздерге осы аспан денелерін зерттелу туралы бір ғылыми түрдегі мәтін тыңдатамын. Аудионы мұқият тыңдап, ішінен сандық деректік ақпараттарды жазып аласыздар. Яғни бұл өздеріңіз үшін ішінен сан есімдерді табамыз. Сан есімдерді қай жерінде кездескен, және оны құрамына, мағынасына қарай талдаймыз. Құрамына қарай дара күрделі негізгі туынды, мағынасына қарай сан есімнің 6 түрінің қайсы екенін табамыз. Тыңдаймыз. Қазір бізде дұрыс тыңдалмай тұр екен.